Бисмилля сөз бастаймын, я Рахман. Нұр болып ай менен күн толықсыған. Айтайын бір қиссаға артық сөзден. Тыңдаңыз, құлақ салып, ей мұсылман. Ата-анаңды құрметте. Бірде Мұса пайғамбар Тәңір тағалаға: "Уа Тәңірім, маған жұмақта көрші болатын кісіні көрсетші" деп өтінеді. Тәңір тағала базарға барып ет сататын қасапшыны іздеп тап. "Сенің жұмақтағы көршің сол болады" дейді. Мұса дереу базарға барып қасапшыны тауып алады. Ол ынты-шынтысымен еңбек етіп ет сатып тұр екен. Кешке қасапшы үйіне қайтады. Жол бойында Мұса оны қуып жетіп: "Ей, саған Тәңірімнің сәлемі болсын, бауырым. Жүзің жылы қайырымды жан екенсің. Кімсің, қайда сығып барасың?" деп сұрайды. Сонда жігіт оған бүй-деді: "Үйде кәрі шешем бар. Оны бағып қағу менің мойнымда. Күн сайын үйге қайтарда сойылған малдың жылы жұмсағын өкпе бауырын алып барам. Оған ас әзірлеймін. Шешем ауқаттан кейін күніге маған: 'Балам, Тәңірім саған разы болсын. Маған қылған қызметің Құдайдан қайтсын. Ертең жұмақта Мұса пайғамбардың көршісі бол' деп үнемі дұға қылады" дейді. Мұса пайғамбар жігітке риза болып: "Уа Тәңірім, ата-анасын сыйлаған адамның бәрін менің көршімнен қыл" деп дұға етеді. Бұл туралы Миғраж сапарында да айтылған. Мұхаммед пайғамбар Миғражда бір топ адамдарды көреді. Олардың түрлері сондай ұсқынсыз, ауыздарында бір тіс жоқ, құлақтары жырық, мұрындары пұшық, көздері қысық, қол-аяғы шидей жіңішке, бірақ қарны қампиып кеткен. Өз бетінше жүре алмайды. Тырнақтары сояудай, жезтырнақтың кейпіне енген. Шаштары алба-жұлба. Пайғамбар олардың түрін көріп шошып кетеді. "Бұлар кімдер?" деп сұрайды ол қасындағы Жебірейілден. Сонда Жебірейіл періште: "Бұлар өмірде ата-анасын ренжітіп, Құдайдың рахымынан құр қалғандар. Кім ата-анасын сыйламай олардың көңіліне қаяу салса, сол адамның Құдай алдында сүйкімі болмайды. Қияметте түрлері осы қалыпта тіріледі" дейді. Сол кезде пайғамбар: "Ата-анасын ренжіткен мұндай сұрықсыз адам менің үмбетімнен болмасын" деп дұға етеді. Осы сапарында пайғамбар бір топ періштенің пырағаттарды жетектеп қолдарына тон жамылға алып бір жаққа кетіп бара жатқанын және көреді. Сосын Жебірейілден: "Әй, мыналар қайда бара жатыр?" деп сұрайды. Сонда Жебірейіл періште: "Тәңірімнің сүйікті достары келе жатыр екен, соларды қарсы алуға бара жатыр" дейді. Пайғамбар қызығып оларға ілеседі. Періштелер бір топ адамды күтіп алып, оларға оқалы тон кигізіп, астарына пырақ ат мінгізеді. Пайғамбар Жебірейілден: "Бұлар кімдер?" деп сұрайды. "Дүниеде ата-анасын сыйлаған адам Тәңірімнің сүйікті құлы. Кім ата-анасына құрмет көрсетсе, Тәңірім де оларға осылай құрмет көрсетеді" дейді. Сонда пайғамбар: "Ата-анасына құрмет көрсеткен адамға мен де ізет көрсетем" деп олармен сәлемдеседі. Олар да пайғамбармен құшақтасып қауышқан екен деседі.